Тасбақаның аузындағы Мариям шөп туралы. Ғайса пайғамбардың анасы Бибі Мариям Құдайға құлшылық етіп үңгірде жатады, нәр татпайды, су ішпейді, жалғыз қылтанақ шөпті тістеп, соның нәрін сорып жата береді. Мариямның тақуалығына риза болып, Алла шөптің бойына құнарлы азық пен бал татыған су бітіреді. 1001 дерттің шипасын береді. Мариям суық үңгірде жатса да ауырмапты. Кейіннен ол шөп Мариям шөбі деп аталыпты. Бірақ ол ілуде біреудің ғана көзіне шалынады екен. Оның қасиетін білген тасбақа аузына көлденең тістеп, ұзақ күндік сапарда шаршамай, талмай жүре береді. Әрі қарны ашпайды, шөл далада да сусамайды. Тасбақаның ұзақ жасайтын сыры да осы шөптің қасиетінде екен. Ел арасында Мариям шөбін тапқан адамның тілегі орындалады деген сенім бар. Ал ол шөпті тек қана тасбақа ғана таба алады деседі. Тасбақа күзде аузына бір шөкім шөп тістеп, ініне кіріп ұйықтайды. Сол жатқаннан көктемде бірақ оянады. Кейбір тасбақалар қатты ұйықтағаны сонша көктемнің келгенін білмейде қалады. Сонда тәңірсі дауыл көтеріп, оларды оятады екен. Тасбақаның көбі көктемде әлсіз болады. Үстіндегі шаң топырағын сілкуге де шамасы келмейді. Дауыл соның бәрін сыпырып әкедеді екен. Сәуірдің соңы мен мамырдың басындағы дауылды қазақ тасбақа дауылы деп атайды. Тасбақа күзде аузына бір шөкім шөп тістеп, ініне кіріп ұйықтайды. Сол жатқаннан көктемде бірақ оянады. Кейбір тасбақалар қатты ұйықтағаны сонша көктемнің келгенін білмей қалады. Сонда тәңірсі дауыл көтеріп, оларды оятады екен. Тасбақаның көбі көктемде әлсіз болады. Үстіндегі шаң топырағын сілкуге де шамасы келмейді. Дауыл соның бәрін сыпырып әкетеді екен. Сәуірдің соңы мен мамырдың басындағы дауылды қазақ тасбақа дауылы деп атайды.